Қабілет қызметі балалардың қабілетін диагностикалау және оқушылардың кәсіби бағдары. Қазақстан Республикасында балалардың қабілетін диагностикалау жүйесі қабілет қызметі іске қосылды. Қабілет қызметі баланың қабілетін анықтауға және оның әлеуетін ерте жастан дамытуға көмектеседі. Жобаны елбасының ел үміті бастамасы аясында Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің қолдауымен Нұрсұлтан Назарбаев қоры мен Елбасы Академиясы корпоративтік қоры жүзеге асырады. Қызмет тегін, әр оқушыға қол жетімді. Қазіргі уақытта диагностикадан 10 мен 11 жас аралығындағы оқушылар өтуде. Әдістемелерді психологиялық диагностика саласындағы сарапшылар әзірлейді. Диагностика 21 ғасырдың 4К негізгі құзыреттіліктері: креативтілік, сыни ойлау, коллаборация және коммуникативтілік дағды бойынша жүргізіледі. Қабілет қызметі дегеніміз бұл 17 аймақта қабілеттерді диагностикалау және анықтау орталығы, психологтардың кәсіби кеңестері. Диагностикадан өту үшін қабілет.елбасы академия.kz сайтында тіркелу қажет. Алдын ала жазылып, дарын өңірлік орталығына келу керек. Тестілеу қорытындысы бойынша қатысушы нәтижелер талдауын, сондай-ақ әлеуетті дамыту бойынша консультациялық қолдау мен ұсынымдар алады. Барлық сұрақтар бойынша 8-800-080-48-48 кол орталығына хабарласыңыз. Немесе қабілет.елбасы академия.kz сайтында кеңесші чатында сұрақ қойыңыз.